Елбасы кітапханасында дәл қазір Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстан Республикасындағы 20 жылы халықаралық конференциясы өтіп жатыр. Маңызы зор осы шараға Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов қатысып жатыр. Біз министр мырзадан осы ұйым және Қазақстан арасындағы қарым-қатынас жөнінде сұхбат құруды жөн санадық. Министр мырза, Қазақстан мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы арасындағы 20 жыл аясындағы қарым-қатынасқа қандай баға берер едіңіз? Біздің еліміз соңғы 20 жылдың ішінде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен әріптестігін нығайтып, үлкен жемістерге жетіп отыр. Оның арасында әрине біріншіден біздің өте салмақты үлесіміз болып табылатын Қазақстанның ЕКУ-дағы төрағалығы 2010 жылы, сонымен қатар елбасының төрағалығымен өткен 21 ғасырдағы тұңғыш ЕКУ-дің саммиті болып табылады. Осы нәтижелердің арасында жаңағы аталып кеткен 1000-нан астам іс-шаралар осы Қазақстанда атқарылған болатын осы ұйымның атынан. Олар әртүрлі Қазақстанның әлеуметтік, саяси немесе гуманитарлық дамуына байланысты әртүрлі деректерді қамтып отыр. Мысал келтірсек, біздің стратегиялық документтер, мысалы 20-50 деген стратегиямыз, экономикамызды модернизациялау бағдарламасы, рухани жаңғыру бастама елбасының. Осындай үлкен бастамаларға ЕКУ-дің қосып отырған үлесі зор. Мен мысал келтірейін, соңғы елбасының халыққа жолдауында бірсыпыра өте жауапты міндеттер қойып отыр елбасы біздің үкіметтің алдында, сыртқы істер министрлігінің алдында. Ол транспорт, инфрақұрылым, көлік мәселелеріне байланысты логистиканың даму, сонымен қатар туризм өте үлкен сұрақтар бүгін тудырып отыр. Өйткені туризм арқылы да біз өзіміздің дамуымызды қамтамасыз етуге керемет қазір мүмкіншіліктер бар. Тіпті ары кетсек, полицияның да бүгін реформалау процесі, коррупцияға қарсы күрес. Әрбір осындай салаларда ЕКУ-дің тәжірибесі өте мол. Өйткені олар 57 қатысушы елдермен тығыз қарым-қатынаста, экспорттық потенциалы өте жоғары. Сонымен қатар олар өздерінің де жаңағы үлестерін қосу үшін әртүрлі жобаларды атқара алады. Бүгінгі таңда осыдан бастап біз өзіміздің де тәжірибемізді басқа елдерге көрсетуге әрбір қазір мүмкіншілігіміз бар. Өйткені бәрі де бүгін айтып отырғандай, осы біздің әріптестігіміздің 20 жылдың ішінде Қазақстан жай ғана өскен емес, бірақ ол өзінің беделін көтеріп, қазір дүние жүзінде халықаралық аренада ең танымал елдердің арасында бізді бәрі біздің орнымызды солай бағалап отыр. Бүгінгі халықаралық конференцияға қандай үміт артасыз? Бүгін конференцияға қарасаңыз, бұған қатысып отырған тек қана біздің үкіметтің немесе парламенттің ресми өкілдері ғана емес, бірсыпыра үкімет емес ұйымдардың басшылары келіп отыр. Олардың бәрі белсенді қатысып отыр. Осы тек қана 20 жылдың ішінде емес, тәуелсіздігіміздің бірінші жылдардан бастап біз олармен жақсы тығыз қарым-қатынастамыз. Өйткені тек қана осындай пікір алмасу, тәжірибе алмасу арқасында біздің ішкі саясатымызда да осындай керемет жетістіктерге ие болып отырмыз. Оның бәрі де бүкіл халықаралық аренада мойындап жатыр. Мысалы, заң басымдылығы деген институциялық реформалардың арасында бір өте маңызды бір реформа болып табылады. Оған міне осы конференцияға қатысып отырған азаматтар, оған да үлкен тұлғалар бар. ЕКУ-дің бас хатшысы да келіп бүгін қатысып, ашылуға қатысып, осы біздің пленарлық сессияға қатысып, өзінің жоғары бағасы бергені, ол да бір осы біздің серіктестігіміздің, ынтымақтастығымыздың бір жақсы бір көрінісі болады. Елбасы кітапханасына тағы да қош келдіңіз дейміз. Кітапханамыздан қандай әсер алдыңыз? Мен енді өзімде бір қаншама тәжірибелі болсам да, бірақ бүгін өзімнің де көзім ашылып жатыр. Кітапхананың басшылары бізге өзінің осының қорын ашып отыр.
Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының қоры мен кітапханасы бүгін өте бір маңызды институтқа айналды. Өзіміз де көпке үйреніп жатырмыз. Міне мысалы ядролық таратпау, қарусыздандыруға арналған выставканы қарасаңыз, ол тек қана бізге, тек қана жаңағы жастарға, студенттерге, оларға ғана серпін бермейді. Ол тіпті біз дипломаттар, біз де соған көп нәрсеге үйреніп жатырмыз. Алдымызда бәрі өткен сияқты, бірақ мына жерде бәрі бір жерде жиналған екен, бәрі құжаттар бар, бейне, жаңағы видеофильмдер, басқа өте жақсы ықпал алып отырмыз осыдан. Ал енді елбасының жаңағы халықаралық аренадағы саясатын оны да қазір көрсетіп жатыр. Тағы да бір көрме арқылы суреттерден бастап жаңағы архивтегі жатқан елбасының өзінің қолымен жазылған кейбірде жаңағы ол кісінің тарихи бастамалары немесе әртүрлі жаңағы форумдарда сөз сөйлеген қағаздары, ол да тек қана жаңағы жай көрермендерге емес, бірақ архивтің мамандарына мысалы мен айтып өте пайдалы деп ойлаймын. Өзім тарихшымын, сол себептен болған ерекше көзбен қарап отырмын. Тек қана құттықтауға болады сіздерді осындай керемет жетістіктермен. Осы жолмен жалғастыра беріңіздер өздеріңіздің қызметтеріңізді. Біз енді өз жағымыздан тек қана дипломатиялық корпусты емес, бірақ өзіміздің жас дипломаттарды да осында әкелуге тырысамыз. Әрине, мына үлкен шетелден келген жоғары лауазымды қонақтар, олар да осында жиі келіп тұрып, өздері де осыдан көп үлкен білім де алуына болады. Министр мырза, сұхбатыңызға көп рахмет.